Сәлем достар, бүгін сіздермен өзбек асханасының ұлттық тағамы палау жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге керегі пиязды ұсақтап турап аламыз. Сәбізді де ұсақтап ұзынша етіп турап аламыз. Етімізді қызартып қуырып, еттен соң пиязды қуырамыз. Пияздан соң сәбізді салып, қуырып, мөлшеріне қарай суды құйып, қайнатып қоямыз. Осылай талғамдарыңызға қарай сарымсақ салсаңыздар да болады. Ары қарай талғамдарыңызға қарай ноқат, мейіз, тұз, дәміне қарай зіре саламыз. Соңғы процессіміз тамақты демдеу барысы. Тұзды суға жібітілген күрішімізді салып демдеп аламыз. 20-25 минутта тамағымыз піседі. Тамағымыз дайын, ас болсын.